Міне бүгін атақты Кеңсай зиратына келдік. Қазір кімдер жатқанын бұл жерде жалпы таныстыратын боламын. Бұл жерден қарапайым тұлғалар табу қиын. Өйткені бұл жерде еңбегі сіңген қайраткерлер, шенеуніктер, әнші сазгерлер, саясаткерлер, солардың туған туыстары жерленген. Бауыржан Момышұлы атамыздың жатқан жеріне келе жатырмыз. Бұл жерде Марат Оспанов ағамыз жатқан екен. Қазақтың батыр ұлы Бауыржан Момышұлы атамыздың жатқан жеріне келдік. Қазақтың маңдайына біткен біртуар ақыны Мұқағали Мақатаев атамыздың жатқан жері. Әрине, суық қайғы, көңілін халқының бірақ суытпайды. Егерде халық өзін ұмытпаса, бақыл бол, халық сені ұмытпайды. Рахымжан Қошқарбаев батыр атамыздың жатқан жеріне келдік. Берлин шабуылының қаһарманы, Рейхстагқа жеңіс туын тіккен Ұлы Отан соғысының батыры Рахымжан Қошқарбаев атамыздың жатқан жері. Заманбек Нұрқаділов ағамыздың жатқан жері. Биігінде, тірліктің еңсесінде, ымыраға бармаған келісімге, ер мінезді өр тұлғаң естен кетпес, атың жүрір аңыз боп ел ішінде. Бұл жүр Шәмші Қалдаяқов атамыздың жатқан жері. Халық қаһарманы Қасым Қайсенов атамыздың жатқан жері. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Бір Алладан басқа тәңір жоқ. Ол мәңгі, бар нәрсені басқарып тұр. Ол қалғымайды да, ұйықтамайды. Оның басқаруында көктегі, жердегі барлығы кіреді. Оның құзырында өзінің рұқсатынсыз шапағат жасайтын кім болмақ? Міне, Қонаев атамыздың жатқан жеріне келдік. Бердібек Сапарбаев ағамыздың жатқан жері. Қазақ тілінің жанашыры еді бұл кісі. Бүгін міне Кеңсай зиратына келіп көріп жатырмын да. Бұл жерде бай да, би де, патша да, көсем де, шешен де барлығы жатыр да. Абдулла ибн Умар, Алла оған разы болсын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан адамдардың ең ақылдысы кім деп сұраған екен. Сонда ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам адамдардың ең ақылдысы өлімді жиі еске алғандар және ақырет күніне дайындалғандар, нағыз ақылдылар солар деген екен. Алла тағала қасиетті Құранда Әнбия сүресінде әрбір жан өлім дәмін татушы дейді. Абай атамыз айтады: адамзат бүгін адам, ертең топырақ, бүгінгі күн жарқырап алдары бірақ, ертең өзің қайдасың білермісің, өлмек үшін туғансың, ойлан шырақ, деп қайтар күнімізді жиі еске алуға шақырған екен да. Қазақта айтады: тумақ бар да өлмек бар дейді. Сол үшін бұл өмірде мәңгі өмір сүретіндей емес, ақырет күнімізді жиі ойлайық, жиі еске алайық, ақырет күніне дайындалайық, Алланың тура жолымен жүрейік, тура жолмен жүруге асығайық. Сол айтайын деген.